Еңбекті қорғау жөніндегі әлеуметтік экономикалық іс-шаралар. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 180 бабының 3 тармағына сәйкес, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қаржыландыру көздері есебінен жүзеге асырылады. Жұмыскерлер бұл мақсаттарға арналған шығыстарды көтермейді. Қаражат көлемі жұмыс берушінің актісінде немесе ұжымдық шартта айқындалады. Еңбекті қорғау саласындағы шығындардың мынадай түрлері ажыратылады. Еңбек жағдайларын және еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар, зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеген үшін өтемақы төлеуге арналған шығындар, өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандыру бойынша сақтандыру жарналарына арналған шығындар. Ұйымдар еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін, оның ішінде залалдың, тікелей және жанама шығындардың алдын алу нәтижелілігін кезең-кезеңмен бағалап отыруы тиіс. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралардың экономикалық тиімділігі пайдалы нәтиженің еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсартудың, еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларға жұмсалған шығындарға қатынасы. Қойылған мақсатқа қол жеткізуге барынша ықпал ететін шығындар тиімді болып табылады. Өндірістік процестердің барлығын бірдей автоматтандыруға және роботтандыруға болмайды. Әлі де жарақат алу, кәсіптік ауруларға шалдығу қаупі жоғары, өмірге қауіп төндіретін өндірістер сақталуда. Еңбек заңнамасында зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеген үшін әлеуметтік кепілдіктер мен материалдық жеңілдіктер көзделген. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 1 бабы 1 тармағының 49 және 50 тармақшаларына сәйкес зиянды еңбек жағдайлары зиянды өндірістік факторлардың болуымен сипатталатын еңбек жағдайлары. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыстарды орындау кезіндегі кепілдіктер, өтемақылар және жеңілдіктер. Қысқартылған жұмыс уақыты. Егер қалыпты еңбек жағдайларында жұмыс істейтін, яғни адам денсаулығына зиянды, қауіпті болып саналмайтын жағдайда, еңбек қызметін жүзеге асыратын жұмыскер үшін жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына 40 сағатты құраса, онда зиянды, сондай-ақ аса зиянды немесе өмірге қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 69 бабының 2 тармағына сәйкес қысқартылған жұмыс уақыты белгіленеді. Мұндай жұмыс уақытының ұзақтығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы нөмірі 1053 бұйрығымен бекітілген өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, сондай-ақ ауыр жұмыстардың, зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстардың тізбесіне сәйкес аптасына 36 сағаттан аспауға тиіс. Аталған жұмыстарда еңбек ету қысқартылған жұмыс уақытына, жыл сайынғы қосымша ақылы еңбек демалысына және еңбек ақының жоғарылатылған мөлшеріне құқық береді. Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы ауыр, зиянды және қауіпті жағдайлардағы еңбегі өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелерімен расталған жұмыскерлерге қолданылады. Өкінішке қарай, елеулі жұмыс жүктемесі мен штат санының оңтайландырылуы жағдайында жұмыскерлерге, оның ішінде зиянды және қауіпті өндірістерде жұмыс істейтіндерге, көбінесе үстеме жұмыс істеуге, яғни еңбек заңнамасында белгіленген жұмыс уақытынан тыс уақытта жұмыс істеуге тура келеді. Сонымен қатар, жұмыскерлердің осы санаты үшін Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 78 бабында үстеме жұмыстардың шекті ұзақтығы белгіленген. Ауыр жұмыстарда, зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарда үстеме жұмыс күніне 1 сағаттан аспауға тиіс. Қосымша ақылы еңбек демалысы. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 89 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және немесе қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлерге, өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және немесе қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес, ұзақтығы кемінде күнтізбелік 6 күн болатын, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары беріледі.
Еңбек шарты қандай негізде бұзылғанына қарамастан, қосымша еңбек демалысын пайдаланбаған немесе оны толық пайдаланбаған жұмыскерге өтемақы төленеді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 95 бабының 4 тармағына сәйкес, мұндай жұмыскерлерді еңбек демалысынан кері шақырып алуға тыйым салынады. Жоғарылатылған еңбек ақы төлеу. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 105 бабына сәйкес, жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу, ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және немесе қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу, еңбек жағдайлары қалыпты жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеумен салыстырғанда жоғарылатылған мөлшерде. Жоғарылатылған лауазымдық айлық ақылар, мөлшерлемелер, немесе еңбек жағдайларын салалық келісімде айқындалатын зияндылық пен қауіптілік дәрежесі бойынша сыныптайтын салалық коэффициенттерді ескере отырып, ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің актісінде мөлшері айқындалатын қосымша ақылар белгілеу арқылы белгіленеді. Медициналық кепілдіктер. Медициналық тексеріп қараулар. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 185 бабына сәйкес, жұмыс беруші ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және немесе қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімдік медициналық қарап тексеруден және зерттеп қараудан өткізуді меншікті қаражаты есебінен ұйымдастыруға міндетті. Бұл ретте қауіптілігі жоғары жұмыстарда машиналармен және механизмдермен жұмыс істейтін жұмыскерлер ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуге тиіс. Зиянды еңбек жағдайлары үшін сүт беру. Қағидаларға сәйкес, сүт және емдік профилактикалық тағам, ЕПТ, кәсіптік аурулар мен уланулардың алдын алу, жұмыскерлердің денсаулығын нығайту мақсатында өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелері негізінде жұмыскерлерге беріледі. Сүт нормаларға сәйкес, химиялық заттарды өндіруге немесе қолдануға байланысты жұмыстарда жұмыскер нақты жұмыс істеген күндері ауысымның ұзақтығына қарамастан әрбір ауысым үшін үзіліс кезінде беріледі. Айта кету керек, сүт пен ЕПТ мынадай жағдайларда берілмейді. Жұмыс істемейтін күндері, демалыс күндері, қызметтік іссапар күндері, өндірістен қол үзіп оқу дері. Сүт пен ЕПТ көзделмеген басқа жерлердегі жұмыстарды орындаған күндері. Еңбек қабілетінен уақытша айырылған кезеңде берілмейді. Жеке қорғаныш құралдары. Жеке қорғаныш құралдары ЖКК. Жұмыскерлерді жұмысқа қабылдау кезінде, оларды басқа жұмысқа ауыстырған кезде, немесе осы құралдарды пайдалану мерзімі аяқталған жағдайда беріледі. Жұмыс беруші жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарына тиісті күтім жасауды ұйымдастырады. Оларды уақытылы профилактикалық өңдеуден өткізуді, сондай-ақ жөндеуді қамтамасыз етеді. Жуу құралдары. Осы кезеңге белгіленген жұмыс уақыты нормасын толық орындаған жұмыскерге жуу құралдарының иіс сабыны, шаруашылық сабыны, жуу ұнтағы айлық нормасы 500 граммнан төмен емес белгіленеді. Гардероб, душ, жуынатын орынмен, емдік профилактикалық құралдармен, медициналық қобдишалармен, дәретханамен, жартылай душтар орналасатын орындармен, ауыз сумен жабдықтау қондырғылармен, арнайы киімді жылытуға немесе салқындатуға, өңдеуге, сақтауға және беруге арналған басқа да санитариялық тұрмыстық үй-жайлармен және құрылғылармен қамтамасыз ету тәртібі мен шарттары ұжымдық шарттарда немесе жұмыс берушінің актісінде айқындалады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары МКЗЖ. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыскерлердің міндетті зейнетақы жарналарына жалақының 10% мөлшерінде қосымша ретінде жұмыс берушілер міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын МКЗЖ жұмыскердің МКЗЖ есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табысының 5% мөлшерінде аударады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары МКЗЖ жұмыс берушілердің өз қаражаты есебінен зиянды еңбек жағдайларындағы жұмыстарда істейтін, кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың және жұмыскерлер кәсіптерінің тиісті тізбесінде көзделген жұмыскерлердің пайдасына жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының қызметкер еңбек қызметтік міндеттерін атқарған кезде, оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңына сәйкес, ЖОМС, егер жазатайым оқиға салдарынан жұмыскердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіріліп, оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленсе, не ол қайтыс болса, зардап шеккен жұмыскердің кінәсінің бар жоғына қарамастан келтірілген зиян өтелуге жатады. Аталған сақтандыру түрі жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасында туындауы мүмкін даулы жағдайларды болдырмауға мүмкіндік береді. Және өндірісте зардап шеккен жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жөніндегі жұмыс берушінің міндетіне байланысты оның мүліктік мүдделерін қорғайды. Сондай-ақ сақтандыру шарты компанияға пайда әкелетін құнды қызметкерлерді тарту үшін қосымша ынталандыру тетігі ретінде қызмет етеді. Аталған сақтандыру түрі мемлекеттік мекемелерді қоспағанда барлық жұмыс берушілер үшін міндетті сақтандыру түрі болып табылады. Жұмыскерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту дәрежесі 30%-дан 100%-ға дейін қоса белгіленуіне байланысты жоғалтқан жалақысының, табысының орнын толтыру ретінде тиесілі ай сайынғы сақтандыру төлемін сақтандырушы жүзеге асырады. Бұл ретте сақтандыру төлемінің мөлшері еңбекке қабілеттілігінен айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем шегеріліп жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту дәрежесі алғаш рет белгіленген кезде сақтандыру төлемінің мөлшері мынадай тәртіппен есептеледі. Мұнда СВ ай сайынғы сақтандыру төлемі, СМЗ орташа айлық жалақы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 938 бабының 3 тармағына сәйкес есептеледі. Бірақ бұл ретте қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасқан күнгі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс. СУПТ кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту дәрежесі туралы анықтамада көрсетілген кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту дәрежесі пайызбен. СВР өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жұмыс берушінің кінә дәрежесі пайызбен. СВ1 мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры жүзеге асырған әлеуметтік төлем, оның мөлшері жалпы еңбекке қабілеттілігінен айырылу жағдайына тағайындалған әлеуметтік төлем сомасы туралы, не оны тағайындаудан бас тарту туралы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің анықтамасында көрсетіледі.